Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі тақырып массалық қатынас табу. Мысалы, қандай да бір зат берілсе, соның құрамындағы элементтердің массаларының қатынасын табуымызға болады екен. Біз оларды қалай табады екенімізді қазір үйрететін боламын. Мыс оксидін алатын болсақ, ол жерде мыстың массасы, малярлық массасы 64-ке тең, және оттектің малярлық массасы 16-ға тең. Яғни біз масса деп жазып аламыз, бірақ мына жерде малярлық массаларын аламыз. Сол кезде осы екеуінің қатынасы деген, яғни бөлеміз екеуін, яғни бұл екеуі бөлінетін ең үлкен санды аламыз. 64 пен 16 ең үлкен санына бөлінетін саны ол 16. 64 пен 16-ға бөлетін болсақ 4, ал 16 пен 16-ға бөлетін болсақ 1. Яғни олардың массаларының қатынасы мыс оксидінің 4 және 1-ге тең екен. Келесі, көмір қышқылының массалық қатынасы қаншаға тең екен? Көмір қышқылының құрамында бірінші 2 сутек бар, яғни сутектің массасы, көміртек бар және 3 оттек бар. Яғни біз жазған кезде 2 сутектің массасын жазамыз, 2-ге тең, 1 көміртектің массасы 12-ге тең, 3 оттектің массасы 48-ге тең, яғни 16-ны 3-ке көбейткен кезде шықты. Яғни бұлар 2, 12 және 48 деген сандар қандай санға бөлінеді? Әрине 2 деген санға бөлінеді. Ары қарай мысалы 2-ні 2-ге бөлсең 1, 12-ні 2-ге бөлсең 6, 48-ді 2-ге бөлсең 24 деген сан шығады. Ары қарай бұларды біз бөле алмаймыз. Келесі, енді күкірт диоксидінің массалық қатынасын шығаратын болсақ, масса S бөлу масса оттек. Күкірттің массасы 32, оттектің массасы, 2 оттектің массасы 32-ге тең. Яғни бұл бірдей сан болғандықтан біз бірдей сандарды оттекке бөле аламыз, сондықтан 1-де 1 шығады. Яғни массаларының қатынасы 1-де 1-ге тең. Және SO3-ті табуымызға болады. Масса S бөлу масса O. Оқушылар, ары қарайғы есептерді өзіміз шығарып, осы видеоның астына жауаптарымызды жолдайтын боламыз. Сіздерден дұрыс жауап күтеміз.